Сүт. Адамдар осы тамаша өнімнің тағамдық қасиеттері мен емдік күшін бұрыннан бағалаған. Сүт құрамында 120-ға жуық құнды компоненттер бар. Жаңа сүтті қараңғы және салқын жерде сақтаған дұрыс. Жарық жерде ол А және С дәрумендерінің едәуір бөлігін жоғалтады. Сүтті тоңазытқыш болмаған кезде бірнеше күн сақтауға болады. Мұны істеу үшін оны таңертең және кешке қайнатып, ол орналасқан ыдыстарды толығымен салқындағанша ашық қалдыру керек. Сүт қайнаған кезде оның бетінде көбік пайда болмас үшін оны қыздырған кезде араластырып, қайнаған бойда тез суытып алу керек. Күйген сүтті басқа табаққа бірден құйып, жағымсыз дәмнен құтқаруға болады. Суық суға салып, сүтке аздап тұз қосып араластырыңыз. Сүт күйіп кетпес үшін оны түбі қалың кастрөлде қайнатыңыз. Бұл кастрөлді тек сүтке пайдаланыңыз. Ол иістерді сіңіруге бейім. Сүт тері күтіміне арналған жақсы өнім. Таңертең теріні шикі сүтпен суланған мақта тампонымен сүртуге болады.